Коронавирустың таралуына байланысты солтүстік Қазақстан облысындағы бір елді мекенде карантиндік шектеулер күшейтілді. Қызылжар ауданының бас санитар дәрігері Соколовка елді мекенінде карантиндік шектеу шараларын енгізу туралы жаңа қаулыға қол қойған. Қаулыға сәйкес енді ауыл тұрғындары туған туыстарына, көршілеріне, таныстарына қонаққа бара алмайды. Сондай-ақ түрлі мерекелік, отбасылық іс-шаралардың өткізілуіне тыйым салынған. Жерлеу шарасына 30 адамнан артық жиналуға болмайды. 2 метр ара қашықтық сақталуы міндетті. Сондай-ақ барлық тұрғындарға, соның ішінде жасы 65-тен асқандарға сағат 22:00 мен 06:00 аралығында үйден шықпауға кеңес берілді. Бұдан басқа Соколовкада мешіт пен шіркеудің, мәдениет нысандарының жұмысына да шектеу қойылды. Мектептерде жұмысын тоқтатып, сабақтар онлайн режимінде өтетін болады. 15 февраля 15 ақпаннан бастап 2 апталық карантин енгізілді. Себебі жұма 13 күні Соколовка ауылдық округінде коронавирус жұқтырудың 66 фактісі тіркелген. Осыған байланысты коронавирус жөніндегі аудандық штаб шектеулер енгізді. Бүгіннен бастап дүкендердің жұмыс уақыты қысқарды. Қазіргі уақытта ауданда 22 дүкен бар. Егер бұрын олар сағат 20:00-ге дейін істесе, енді сағат 19:00-ге дейін жұмыс істейді. Құрылыс материалдар дүкендері демалыс күндері жұмыс істемейді. Шаштараздар тек алдын ала жазылу бойынша клиенттерді қабылдайды. Ауданда санитарлық нормалардың қалай жүзеге асырылып жатқанын білу үшін 5 бақылау тобы құрылған.